Тұран университетінде 5-ші халықаралық түркі әлемі коммуникация және өнер симпозиумы мен 10-шы түркі әлемі деректі фильмдер фестивалінің жүлдегер фильмдерінің көрсетілімі өтті. Бұл маңызды мәдени шараның негізгі ұйымдастырушылары Түркия Республикасының мәдениет және туризм министрлігі, Тұран университеті және түркі әлемі журналистер федерациясы. Қазақстанда біз 5-ші халықаралық түркі әлемі коммуникация және өнер симпозиумы мен 10-шы түркі әлемі деректі фильмдер фестивалін, яғни 2 шараны қатар ұйымдастырып отырмыз. Бұл біздің 10 жылдық еңбегіміз. 2015 жылдан бері жыл сайын түркі халықтары мемлекеттерінде өткізіп келе жатырмыз. Бұл шараға биыл Тұран университеті қолдау көрсетіп, осында өткізуге мүмкіндік берді. Бұл үшін алғысымыз шексіз. Шараның мақсаты өнер адамдарының, шығармашылық иелерінің басын қосу арқылы түркі халықтарының ынтымақтастығын арттыру. Симпозиум мен фестиваль өткізу арқылы ұйымдастырушылар түркі мемлекеттері арасындағы мәдени және ғылыми байланыстарды нығайтып, түркі елдерінің бай мәдени мұрасын кеңінен насихаттауды көздейді. Ал Тұран университеті осындай 2 шараның ұйытқысы болды. Сол арқылы түркі әлемінің ортақ мәдени кеңістігін кеңейтуге және жас буынды өнер мен ғылымға тартуға үлкен үлес қосты. Құрметті ағайындар, қош келдіңіздер. Бүгінгі шараға сәттілік тілейміз. Біз маңызды осыған болашақта кеш жағына сөйлестік. Келісімшартқа отырғызу меморандум қол қоямыз деп отырмыз. Басқа да бағыттар бойынша дамытамыз деген ойымыз бар. Соңғы жылдары қарасаңыздар, мына Қазақстан егеменді қалғаннан кейін түркі елдерінің Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан, Түркменстан, Әзербайжан түркі әлеміне еркін елдерге кіріп, қазір жаңа тарих жазып жатыр деп ойлаймын. Біз білеміз, түрк халқы, түріктер, түрк әлемі осын ұйымдастыруға, біріктіруге атсалысып жатқаны. Көп еңбек атқарылады, соған сіздерге рахмет айтамыз. Біз егемендікті жариялаған кейін 1 сағаттың ішінде мойындағанымызды білеміз, растағандарыңызды бізге рух берді. 5-ші халықаралық коммуникация және өнер симпозиумы мен 10-шы түркі әлемі деректі фильмдер фестивалі тек ғылыми мәдени шара ғана емес, сонымен қатар түркі тілдес бауырлас халықтардың рухани және шығармашылық ынтымақтастығын нығайтатын маңызды платформа. Жыл сайын осы уақытта, осы мезгілде түркі халықтары үшін маңызы зор мәдени шараларды ұйымдастырамыз. Былтыр біз Өзбекстан астанасы Ташкент қаласында ұйымдастырған болатынбыз. Биыл Алматы қаласында өткізуді шештік. Фестивальдің жүлдегер фильмдері түркі әдебиеті мен мәдениеті туралы тақырыптарды қамтиды. Үздік дүниелерді алдымен университет студенттеріне көрсетуіміздің өзіндік себебі бар. Өйткені біздің ынтымақтастығымыздың болашағы жастар. Шараға түркі әлемінің ғалымдары, өнер және мәдениет қайраткерлері, журналистер мен киногерлер қатысты. Симпозиум барысында өзекті тақырыптар бойынша баяндамалар жасалып, үздік деректі фильмдер көрермен назарына ұсынылды.